Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастыруға, оның ішінде цифрлық валютаны пайдалану арқылы жүзеге асырылатын заңсыз әрекеттерге қарсы жүйелі жұмыс жүргізуде. Блокчейн арқылы криптотранзакцияларды бақылау барысында интернет алаяқтық пен есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстатуға кәсіби қызмет көрсеткен Rax Exchange атты крипто айырбастау сервисі анықталды. Аталған сервис қылмыстық ортада жоғары беделге ие болған және 5 миллион астам қолданушысы бар 20 ірі даркнет нарығымен жұмыс істеген. Соңғы 3 жыл ішінде бұл крипто сервис арқылы Қазақстан, Ресей, Украина және Молдова елдерінен 200-ден астам есірткі дүкенінің заңсыз кірістері анықталған. Крипто айырбастау платформасының жалпы айналымы 224 миллион ақш долларынан асқан. Тергеу барысында 4 мыңнан астам криптовалюта әмияндары зерттеліп, қылмыстық кірістер сақталған әмияндар анықталды. Нәтижесінде сервиске тиесілі 67 крипто әмиян бұғатталды. Жалпы сомасы 9,7 миллион USDT, яғни 5,2 миллиард теңге болатын цифрлық активтер уақытша тоқтатылды. Бүгінгі күні сервис толықтай өз қызметін тоқтатты. Крипто сервис ұйымдастырушыларын әшкерлеу бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Қабылданған шаралар есірткі бизнесінің көлеңкелі инфрақұрылымына елеулі экономикалық соққы беріп, жеткізуші тізбектерінің логистикасын бұзып, есірткі нарықтарының айналымын азайтып, тұтынушылардың заңсыз платформаларға деген сенімін төмендетті. Цифрлық құралдарды пайдалану арқылы қылмыстық кірістерді жылыстату схемаларын тоқтату жұмыстары жалғасуда.